Күн давамында жақсы ниет жолдасыңыз болсын. Жаслық инсанға берілген қымбат баха жігерлі дәуір. Hər біріміз әйне күшке толған, әжайып имканиятлар есігі ашылған бұл әжайып темлерді бекар өткермеуге тырысамыз. Балалығымызда арман етіп, кім болса мекен деген қиял соқпағында жылысып, енді үлкен гүзар мәнзіл бойлап ниетімізді беккемлеуге, оны әмелге асыруға әрекетленеміз. Біздің ғаресіз диярымызда келешегіміз иелерінің бүгінгідей заманагой білім даргайларында білім алуы, оқып ізленуі үшін барлық имканиятлар жаратылмақта. Мұхаммед Аль-Харазми атындағы Ташкент информациялық технологиялары университеті Нукус филиалы компьютер инженерингі факультеті студенті Алима Орынбаева да қанегелігі бағдарында тынымсыз ізленеді, оқытушыларынан білмегелерін сорап, еледе тәжірибесін арттырады. Замаласымыз өткен 2016-2017 оқу жылында аял қызлардың информациялық технологиялар арқылы өнер үйренуіне бағдарланған мобил бағдарламаны істеп шықты. Оның бұл жұмысы бүгінгі күнде интернетке жайластырылған болып, авторлық гуалығына ие болды. Мен бұл оқу орнымда жетістіккерліктер маканы десем, еш те қателеспеймін, себебі оқу орнымда көптеген жетістіккерліктерге ерістім. Бұнда ата-ананың сенімі, ұстазларының қолдап қуатлауы, һәм олардың үгіт насихатлары маған қол қанат болды десем, еш те қателеспеймін. Міне оқу орны маған көптеген имканиятларда жаратып берді, көптеген танылауларда қатынасуда, конференцияларда, көплеп танылауларда, конкурсларда қатынасуымда маған көплеп шараттар жаратып берді. Оқу давамында іліми басшымен біргелікте тоқмашылық сырлары мобил дастуры, яғни мобил телефонлар үшін тоқмашылық сырлары мобил дастурын істеп шықтық. Әзбек Кадирпен біргелікте авторлық қуақнамасы алуға да мияссар болды. Тоқмашылық мобил дастуры, яғни төмендегілерден ібарат толық малумат беретін болсам, яғни бұл дастур аял қызларымыз үшін арналған болып, бұнда аял қызларымыз бос уақытларында өнер үйрену имканиятына, hamda өзінің кішкене балаларына өнер үйрету имканиятына ие болады. Яғни олар алдылары апаларына, немесе таярлық курсларына қатынап үйренген болса, қазір күнге келіп, олар енді компьютер ямаса мобил телефонлар арқылы үйрену имканиятына ие. Бұл дастурде меню, сабақлар бөлімі, автор хақында, жәрдем һәм шығу бөлімінен ібарат. Яғни меню бөлімінде тағы 3 бөлім бар болып есептеледі. Бұл 3 бөлімде балалар үшін, үлкендер үшін һәм ойыншықтар бөлімі бар. Мобил дастурдан пайдаланатын пайдаланушы бұл дастурде тоқып отырған киімін аңсатқаны табу имканиятына ие болады. Һәм бұл суреттер артында схемалар жайласқан. Үлкендер бөлімінде болса, пайдаланушы өзіне киім тоқуда, яғни сол суреттен пайдаланады, һәм бұл сурет арқасында тағы схемалары һәм басқа формадағы суреттер жайласқан болады. Ойыншықтар бөлімі қойылу себебі бұнда пайдаланушы өзінің үйінде кішкене балаларды қызықтыру һәм өнер үйренуге шақыру мақсатында қойылған. Һәм де осы ойыншықты тоқу арқылы ол өзінің балаларын осы өнерге бағдарлайды. Жәрдем бөлімінде, егер сіз тоқмашылық сырларын енді ғана үйреніп жатқан болсаңыз, бұл жәрдем бөлімі сізге көп имканиятларды жаратып береді. Яғни тоқу аспабы болған крючокты қалай ұстауы, һәм онан қалай пайдалануы, һәм сабақлардан қалай ұстауы, солар хақында көплеп суреттер һәм кестелер көрсетілген. Автор хақында болса, автор хақында біз өзіміз туралы малумат кірткенбіз, һәм шығу, яғни өзіңіз білгеніңізде шығу түгмесін бассаңыз, бұл дастурдан шығылады. Келешекте міне осы тоқмашылық сырларын бекемлеу мақсатында оларды азыр күнде тек қана бұл Android телефонлар үшін істейді, сондықтан оны осы басқа телефонлар үшін да істеу имканияты һәм оның өлшемлерін кемейтіру мақсат қылып қойғанбыз. Сонымен біргелікте оқудан тысқары көптеген ilmiy мақалалар жазумен де шұғылданып тұрамын. Жәмиятты рауажландыруда аял қызлардың тұтқан орны атамасындағы конференция һәм Ташкент информациялық технологиялар университеті, яғни Ташкент қаласында болып өткен Intellectual Generation of Uzbekistan атамасындағы конференцияларда белсене қатынасып, бұнда 2-ші дәрежелі диплом, сонымен біргелікте сертификат алуға да мияссар болдым. Алдыма көплеп мақсатларды қойғанмын, яғни сол мақалаларында енді сырт ел мемлекеттерінде де шығару ниетім бар. Президентіміздің жаратып берген бұндай имканиятлары әрбір, яғни біз жастар үшін көплеп имканиятлар жаратады, яғни келешекке қойған мақсатты рауажландыруда үлкен имканиятлар жаратып береді.
Илимнен имканият кыдырган жаслардын минети хеч качан бос кетпейди. Алима Өзбекстан Республикасы радиотехника, электроника һәм радио байланыш җәмгыятенең стипендианты булу бактына да ерсте. Әлбәттә, булардын бәре укытучы профессорлардын берген билиминең нәтиҗәсе. Быел жедел эсперменлек, инновациялык идеялар һәм технологияларды коллап-куатлаучылы дип атама берилүе тарау канигеләрне һәм студент жасларга сеним һәм җавапкерчилекте және де арттырады.